أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздер Ихсан орталығы YouTube арнасында отырсыздар. Бүгінгі бізде ерекше қонақ, елімізге танымал ұстаз, Құранды толық жаттаған хафиз, қари, Балаби қари орталығының директоры Арман Қуанышбаев ұстазымыз қонақта. Ұстаз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ұстаз, бүгінгі біздің жалпы қозғалатын тақырып өте ерекше, ауқымды болғанмен, енді арасындағы бірнеше маңызды сұрақтарды сізге жолдайтын боламыз. Бүгінгі біздің сұрағымыз жалпы қиындықты жеңудің исламдық формуласы жайында сөйлесетін боламыз. Бірінші сұрақ, ұстаз, жалпы адам кейде бір қиындық кезінде, сынақ келген кезінде, бір ауыртпашылық түскен кезде Аллаға өте жақын болады. Намазын оқиды, басқа да құлшылықтарын жасайды, басқа жамандықтан аулақ болады. Ал бірақ кейіннен сол сынағы сейілгеннен кейін қайтадан Алладан алыстап кетіп жатады, ұмытып кетіп жатады. Осындай бір рухани ауруды қалай емдеуге болады? Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар. Бүгін расында да бір адам өміріне маңызды тақырыптардың біреуі қозғалады екен, жалпы қиындық. Енді қиындықсыз адам өмір сүре алмайды, өйткені оны алып келетін факторлар өте көп. Жалпы енді қиындық деген талқылау емес, соның шығу жолын бастап кеттік. Ондай болса, Алла тағала Құран-ы Керимде бірнеше жерде айтады. Біз адамға жақсылық жасасақ, ол кісілер Алланы мақтай жөнеледі. Ал енді ол кісіні бір кішкентай қиыншылыққа, бір сынаққа душар етіп қойсақ, ол кісілер бірден өзін қайғыға салып, жаңағыдегі бірден осындай жаман күйге түсіп қалады деп айтады. Расында да осы мағынадағы бірнеше аяттар бар. Бұл жалпы адамның табиғаты десек те болар еді. Дегенменен адам өзін реттеп, дамытып, тәртіптесе, бұл күйден арылу керек. Себебі осы күйге түсіп қалу, бұл біріншіден Алла тағаламен байланыстың мықты еместігін көрсетеді. Екіншіден, дүниеге байлану, дүнияуи себептерге байлану ол кісіде әлде қайда күштірақ екенін көрсетеді. Үшіншіден, өзінің ішкі жан дүниесінің реттеуменен, байытумен, тәртіптеумен айналыспағандығын көрсетеді. Бұған енді себептер түрлі ғой. Біреуі мысалы енді иманға жаңадан келіп жатады, біреулер иманға келіп намаз оқып кеткеніне қанша уақыт өтсе де Алламен байланысын реттемеген болады, немесе рухани ішкі жан дүниедегі өзінің проблемаларын тәртіптемеген болады. Міне осы себептерден адам осындай рухани ауруға душар болады. Ал енді оның шығудың жолдарының біріншісі, өзіміз жоғарыда айтқанда, Алламен байланысты реттеу. Оны кең мағына ғой, бірақ түсіндіріп айтатын болсақ, пайғамбарымыздың үйреткені хусну зонну биллах деп айтады. Алла тағаламенен байланыста Алла жайлы көркем ойда болу. Яғни біз кейде ойлаймыз, Алла берсе мен асыдым, бермей қойса мен жаңағыдай мен бейшара болдым деген түсінікпен. Яғни бірақ Алла бізді бұл өмірде жазалағысы келмейді. Алла тағала бізді ұнатпағаннан бұл дүниеге келтіре салған жоқ. Өзінен өзі жаңа кейбіреулердің ойлағандай біздің келуіміз бұл өмірге жай кездейсоқтық та емес. Өйткені кездейсоқтық деген түсінік бұл, мен ойлаймын, енді сауатсыздық деп те ойлаймын. Өйткені қазіргі замандағы квантовый түсінік бойынша андай трендпен сөйлесек, мынау квантовый физика деген дүние қазір келіп жатыр. Бұл ғылымдағы үлкен эволюциялық пікір деп ойлаймын өз басым. Адамның өзгерісіне, бүкіл дүниенің өзгерісіне бір кішкентай ғана пайыз жетеді. Дәл сол сияқты мынау біздің мысалы осы өмірге келуіміз миллиондаған ұрықтың ішінен бір ұрықтың жаңағыдегі келуі, және оның осы өмірге келуінің әрбір сәті бір хикметпен болады. Өйткені ешбір адам бұл өмірге келгенде өзі таңдап келмеді ғой. Мен пәлен уақытта туылуым керек, пәлен жанұяда, осындай ұлтта, осындай жыныспенен, осындай түрменен, реңменен деген ешкімде таңдау жоқ. Ендеше осы таңдау жоқ дүниенің барлығында кездейсоқтық деп ойлаймыз. Бірақ кездейсоқтық болса,
бұл басқаша түсінікпен келер еді. Жалпы айтатыным, біз Алла жайлы әрдайым жақсы ойда болуымыз керек. Алла біздің келуімізді қалады, ендеше өзінің қалаған затына Алла тағала ешқашан немқұрайды қарамайды. Ол Құранда да Алла тағала айтады, бұл нәрсені мен жер бетіндегі заттарды бекерден бекер жаратпадым дейді. Сондықтан Алланың бізге деген махаббаты шексіз. Біз оны дұрыс түсінеміз. Екінші нүкте, осы пікірде рызық несібе деген бар. Алланың рызық несібе бабы туралы оқып танығанымыз дұрысырақ. Рызық қалай келеді? Рызық несібені Алла тағала не үшін береді? Осы түсінікте. Үшінші нүкте, біз дүниеге деген мұқтаждығымыздан арылуымыз керек. Дүние ол қажет нәрсе. Ол қажеттілік пен мұқтаждық екеуі екі түрлі дүние. Яғни біз, пайғамбарымыздың сөзі бар, Аллахым, мен саған деген мұқтаждығыммен мақтанам деген сөзі бар екен. Яғни Аллаға деген мұқтаждықты сезіну ол жақсы нәрсе. Руханиятқа, жүрек байлығына, жан тыныштығына мұқтаждық ол жақсы нәрсе. Ал бірақ сол өзінің ішкі проблемаларын, ішкі қорқыныш, түрлі реніш, түрлі ішкі жан дүниенің проблемаларын сыртқы нәрсемен шешу, яғни адамның ішіне, жүрегіне қатысы жоқ дүниелермен шешу. Мысалы, киіммен, карьера дейміз, андай кресломенен папка арқылы шешу, ішкі жан дүнием қорқынышын, проблемасын, өзінің дамымай қалдым деген, өзіне деген андай жаман көзқарастарын, немесе ақша табуменен шешіп, соны ақшаменен жабу, бұл қателік. Міне осы көптеген себептермен ең негізгілерін айттым. Бірінші, Алламен байланыс, Алланы танымау, Алла туралы көркем ойда болуымыз керек. Екінші, рызық несібе бабын дұрыс зерттеп оқыған дұрыс. Үшіншіден, біз дүниеден мұқтаждықты, дүниеге де мұқтаждықтан арыла білсек, міне осы бір себептер арқылы біз, Алла бізге қандай сынақ келтірсе де, ол байлықта сынақ негізі, кедейлікте сынақ. Қандай сынақ келсе де, біз өз халімізді жоғалтпаймыз. Машалла. Осы жаңа айтып жатырсыз, қандай да бір сынақ болсын, басқа бір нәрсемен жауап деп бір қалай ойлайсың, неге бір адамдар бір қиындықты көрсе, оны сынбай, күліп қарсы алады, ал бір адамдар соған қайғырады деген сияқты. Бұл жерде не айырмашылық бар? Бір иманның деңгейіне болсын, бір нәрседе ажыратып тұра ма екеуін? Екі халді екі түрлі айтсақ болады. Біріншісі ғапылдық, яғни бұл ғапыл болу дегені, енді қазақтың сөзі ғой, Абай атамыз да көп қолданады. Ғапыл деген түбі арабтың сөзінен шыққан. Былай айтқанда, Алладан байланысы ұзақ болған адам. Бұл адам немесе заманауи тілде айтсақ, ішкі жан дүниесін тәртіптемеген адам. Осы бір адам расында да қиындықтың алдында мойып сынады. Ал енді оны күліп қарсы алатын деп сіз айтып жатсыз, енді былай айтқанда мойымай қарсы алатын десек болады. Немесе қарапайым қуанышты да, қайғыны да екеуін бірдей қарсы алатын адам, бұл сабыр және тәуекел халін тапқан адам. Яғни өзінің ісін Аллаға тапсыра білу. Бұл өте үлкен дүние. Мысалы, біз айтып жатамыз енді, жаңағыдай Алланы істі тәуекел, уәкіл деген сөз, ол барлық істе жаңағыдай Аллаға табыстау, оның бірнеше нүктеден шығады. Ең біріншісі, бұл Аллаға деген сенім. Біз өз, мысалы, бәрі қарапайым тілде де осы сөзді де талқыласаңыз шығады ғой. Мысалы, сен Құдайға сенесің бе? Сенем. Сену деген қалай деп түсінесің? Мысалы, сену деген бар екендігін түсіндім, иә. А бірақ менің өміріме қатысы жоқ деп түсінсеңіз, ол сенім болмайды ғой. Мысалы, яғни ол бар, ол бір жерде бар, әйтеуір болды. Бірақ мен өзіммен, ол өзімен өзі десеңіз, ол сенім емес. Сену деген мағына оның бар екендігіне сену. Бұл деген сөз онымен терең байланыс. Мысалы айтайық, тіпті өзі ата-ананы мысалға келтірем көбінесе. Әке, ана, біреулер енді әкеге жақын, біреу анаға жақын болады. Осы халде кейде қиналып қалғанда, немесе бір жағдай болып қалғанда ақылшысын іздейді. Бір кішкентай ақыл болса, мейірімі не қылса, мысалы анамның алақаны бір айналайын-ау, ботам-ау десе, бір қуат алғандай, нәр алғандай болады. Немесе әкесі келіп, балам не болып қалды кән,
көрсетші десе соған бір өзі бір нәр алып қуат алғандай болады. Біз Алланың уалиллахил мәсәлул а'ла дейміз, Алла тағаламен байланыс бұдан да жоғары қылуымыз керек. Міне сол халде, сол тәуекел хал деп атаймыз. Міне осындай уақытта біз табыстай аламыз. Екінші бір түсінік, көп нәрсенің, осы бүкіл әлемнің жаратушысы Алла ғой. Біз осы нәрсені кейде көп ойламаймыз. Яғни Алла тағала қуанышты да қайғыны да жаратты. Барлық жағдайды жаратты. Тіпті біздің ішіміздегі сабырлықты да, біздің ішіміздегі тәуекелді де, біздің ішіміздегі махаббатты да жаратты. Құран-ы Кәримде, мысалы Нахл сүресінің аяқ жағында Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сабырлық айтады. Сөйтіп айтады: олардың саған жасаған айлаларына сабыр ет. Және де олардың иманға келмей жатқанына күйме дейді. Бұл пайғамбарға Алланың айтқан бір жұбатуы. Ал бірақ осы аяттың бас жағында Алла тағала айтады: Алла менен сабырлығың болсын дейді. Яғни сабырлықты Алла менен іздеу, немесе Алла тағаланың құзырынан іздеу ол міндет екен. Сол үшін біз басымызға келген қиыншылықтарды тәуекел етіп Құдайға тапсыру үшін, сол тәуекелді де Құдайдан сұрап алу, сабырлықты да Алладан сұрап алу, және ол сұрап алу үшін бірінші оған лайықты болу. Қорытып айтатыным, жалпы сабырлық деген көнбістік емес. Көнбістік деген не сөз? Көнбістік дегені басыңызға не түссе, иә дей беру, немесе қорқақтық. Біреулер сабырлықты осымен түсіндіреді. Мысалы, кедей болып қалдың, иә болды, мен кедеймін. Бір жерің ауырып қалды, иә мен аурумын. Яғни көне салу. Сабырлық деген ол емес. Сабырлық деген басыңа қайғы сұрамау, ал қайғы келген кезінде соны көтеріп жүру. Сабырлықтың тағы бір сипатын айтады. Сабырлық алғашқы соққы кезде деп айтады. Оған жету енді ол сатылары бар. Дегенменен сабырлыққа сондай дәрежеге жету үшін бірінші орында адам Алла менен байланыста болу. Яғни Алла мені тастап кетпейді ешқашан деген сенімде болу. Менің қаліме келген қазіргі нәрсе, Алла тағала менен не күтеді деген сұрақ арқылы шығып кете аласыз проблемалардан. Осы істе мен не істей аламын, қайтсем Аллаға сүйікті амал жасаймын. Тіпті қиыншылықты да Аллаға ғибадатқа айналдырып жібере аласыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мұсылманның халі қандай жақсы дейді. Басына келген қайғы, қасірет, ой, қам, тіпті қолына кірген тікенде ол кісінің күнәсін жуып кетеді дейді. Ендеше бізге мүмкін Алла тағала осы берген қиыншылық арқылы бір жақсылық бергісі келіп жатыр. Немесе күнәмізді кешіргісі келіп жатыр. Өзіне жақындатқысы келіп жатыр. Өзіне деген зікірін естігісі келіп жатыр. Мүмкін Құранымыз, зікіріміз аз болып қалды ма? Мүмкін Аллаға деген байланысымыз ұзап бара жатты ма? Сондықтан кейде Алла тағала осы бір жақсылықтарды көре білсек екен дегіміз келеді. Сіз енді біздің бүгінгі тақырыбымызды бір отбасы мәселесіне сәл араластырсақ, енді бір статистикамен айтатын болсақ, бүгінде жас отбасылар ұсақ түйекке бола ажырасып жатады екен. Енді ұстаз, осы бір қағида бойынша сабырдың отбасындағы бір ең маңызды 3 қағидасын айтып кетсек, осы бір 3 қағида болса, біраз отбасылар шайқалмас па еді деген сияқты. Қағида енді өте көп. Мен бұл сұраққа кірмей тұрып, мен бірінші айтайыншы, әрбір адам, енді мынандай бір сөз бар ғой, әсем сөз бар. Қиын замандар қуатты адамдарды пайда қылады, қуатты адамдар жеңіл замандарды тудыртады, жеңіл заман әлсіз адамдарды пайда қылады деген. Бұл өмірдің қағидаты ғой, енді сондай пікірге айналдырды. Ата-аналар кейде, мысалы, өз өмірде қиыншылық көргеннен кейін балам соны көрмесін деп бір стратегия құрады. Бірақ ол стратегияның көпшілігі қате. Ол қате бәрімізден өтеді. Қазір біздің ата-ана ретіндегі қателеріміздің бірі, өзім көрген қиыншылықты балам көрмесін деп, баламызды өбектеп, бүкіл комфортты жағдайды жасап тастау.
Керісінше біз балаға өзінің комфортын өзі жасап алатын жағдай тудыруымыз керек екен. Яғни қараңыз, комфортты жағдайды жасау емес, комфортты жағдайды жасауды үйрету. Осы екеуінің айырмасы бар. Біз баламызға осыны үйретпегеніміз үшін қазір жоғарыда өзіңіз айтқандай болмашы нәрсеге адамдар кикілжіңге келеді да, оны ары қарай өткеріп жіберудің орнына сол жерден бірден үзіп тастай қояйық дейді. Болды, енді осы арамызды үзе қояйық болды дейді. Мысалы мүмкін қазір жастар енді бір-бірімен жүру дегенді мода қылып алды ғой. Мысалы 4 жылдап жүреді, 2 жыл жүреді, пәлен жылдап жүреді да бір күнде ажырасады. Осы отбасы құндылығы жоғалып кеткен себептерінен. Біз енді биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан биылғы жылды Хазірет мүфтиіміз өз бекітіп, енді кеңесіп шешеді ғой ол кісі барлық тірлікті. Алла разы болсын. Осы бүкіл имамдармен, ғұламалармен кеңесе отыра отбасы құндылығы жылы деді. Шынымен ақ отбасы құндылығы жылы деп айтпасақ та болмайтын болды. Өйткені бізде Қазақстанда ажырасу көбейіп кетті. Отбасының қадірін түсінбейтін жастар көбейіп бара жатыр. Міне, енді лайфхакпен бөліссек болатын шығар. Отбасы енді оқылған, мына өмірде көрілген үлкен кісілердің, пайғамбарымыздан, сахабалардан келген дүниенің бәрін біріктіріп, енді жобалап айтатын болсақ, жалпы осы кикілжіңдерді жолығып қалғанда қандай халде ұстансақ болады? Біріншіден, ниет және болашаққа деген көзқарас. Бұл бірінші қағидат болу керек. Сен не үшін үйлендің? Ниет деген сол ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады сол үшін. Ниеттеріңді жаңартып отырыңдар дейді. Күніге таң атқаннан ниет жаңартқан дұрыс екен. Мен міне бүгін күнім басталды, ниет жаңарттым. Кешке жатарда тағы ниет жаңартқан дұрыс екен. Міне бұл адамға оптимизм сыйлайды. Өмір бақытты гормондарын сыйлайды екен. Осылай ниет жаңарту таңертең кешке. Сіздің ренішіңізді, сіздің түрлі эмоцияларыңызды басуға себепкер болады. Сол үшін ниет жаңарту керек. Не үшін мен отбасы құрдым? Екіншіден, болашаққа деген көзқарас дегенім, болашақта осындай боламыз деген біздің жоспарымыз болады ғой жанұяда. Міне сол жоспарды қайта көз алдына келтіріп, психологтарымыз сол үшін айтады. Адам бақыт тауылмай қалса, мынау біреулер енді қазір жаңа аффирмация, визуализацияны жоққа шығарады, біреулер бар дейді. Негізі ол адамға жәрдем береді, оны дұрыс қолданса. Солардың біреуі, мысалы, сен бір жетістікке жеткің келсе, сол жетістігіңді анықтап суреттеді, суретін алып бәр жаққа іліп таста дейді ғой, мысалы. Дәл сол сияқты адам болашақты да дәл осылай ұзақтастырып алмағаны жақсы көзінің алдынан. Өзінің арманын күніге қайта қарап тұрғаны жақсы. Соның бірі осы болашақ. Мен жанұяны не үшін құрдым? Сосын қайта соны көз алдына келтірдім. Болашақты мен осындай боламын дедім ғой. Осы нәрсе алда келген проблеманы болымсыз бір халге келтіретініне жәрдем. Елемейтіндей. Иә. Мына нәрсе дым емес қой, мен алдағы болашағымның алдында бұл жолыққан нәрсе еш нәрсе емес дейді. Екінші нүкте, мен айтар едім, бұл өзін және жанұяменен танысу әрі эмпатия. Осы нүкте, екінші нүкте. Эмпатия дегеніміз бұл енді жаңа заманның термині болып кетті. Бұл бұрыннан шыққан болса да, қазір қатты қолданыста. Бұл деген сөз өзгені ұғына білу. Өзіңнің жанұяңдағы әрбір адамды шама жеткенше ұғына білу. Ұлыңды, қызыңды, атаңды, анаңды, әйеліңді, мысалы, әйел болса еріңді ұғына білу. Бірақ оны ұғыну үшін бірінші өзіңізді түсінуіңіз керек. Өзіңізді қалай түсінесіз? Яғни өзіңіздің мінезіңізді. Мен не жақсы көремін, не жек көремін. Адам өзін зерттеген сайын өзінде керек емес нәрселерді көреді да, соларды алып тастап өзін түзетеді. Бұл өмір бақи болуымыз керек дүние. Бұны Шәкәрім атамызда, Абай атамыздың өлең жолдарынан, қара сөздерінен білеміз. Өзіңді зертте, өзіңді тәртіпте деп. Осы мағынадағы айтылған көпшілік ғалымдардың, ұстаздардың, педагогтардың, неше түрлі дін мамандарының айтқан сөздері осы бір арнаға қояды. Өзіңізді зерттеу. Өзіңіздегі зерттеу ол тоқтамайды екен.
Сондықтан әрдайым өзін зерттеп, өзін түсіне білген адам өзін өзгені де түсіне біледі. Өйткені мынандай халде мен ашуланамын, мен бұндай халде, мен қазір бұған сол сөзді айттым, мынау сол халге келді. Оның көзқарасынан, қимылынан бірден түсініп қоясыз да, ол халден өзі қайтып шығып кетті, соны қалай шығуға жәрдем беруді үйретеді. Яғни отбасындағы кикілжіңдер кейде осылай да шешіледі. Үшінші бір нүкте, жалпы бұл енді дін жағынан айтылатын шығар, Алламен байланыс. Және Аллаға табыстау. Білесіз ба, біз ұл тәрбиесінде де, қыз тәрбиесінде де бір-бірімізбенен отбасы құрғанда, мысалы жан жарымыз, өзіміздің өмірлік жолдасымызды да біз оны манипуляция қылуға тырысамыз. Менің ойым дұрыс, және ол сол ойға бару керек деп. Өйткені деп өзімізді түрлі себептерменен шекара қойып дәлелдеп тастаймыз. Өйткені дін бойынша былай, көрдің ба, қазақтық бойынша, ұлт дәстүр бойынша былай, психология бойынша былай, ендеше менікі дұрыс, мына кісінікі дұрыс емес дейміз де, өзіміз енді сол дұрысқа қарай ана кісіні манипуляцияға тартамыз. Бұл қате пікір. Әркім өзінің өмірін өзі сүру керек. Өйткені 13-тен кейін біз халықта 13-те отау иесі деп айттық қой. Біз оны жаңа заман талабына қарай кеңірек қылсақ болатын шығар деп ойлаймын. 13-те адам өзінің өмірінің иесіне айналуы керек. Себебі шариғатымызда адам балиғатқа жеткеннен кейін 13 деп айта береміз ғой, 15 дейміз кейде, 15 жас деп те айтамыз. Сол 15-тен кейін деп айтайықшы. 15 жастан былай қарай біздің Қазақстанда да 16 жасқа келгенде жаңа не береді ғой, жеке куәлік береді. Қараңызшы, сіз былай айтқанда Қазақстан азаматы болдыңыз. Жеке куәлік егесі болдыңыз. Бұның өзі тұлға ғой. Яғни өзің айтқан сөзіңе, өзің істеген ісіңе жауап беруің керексің. Шариғатта да дәл солай. Енді бұдан былай қарай саған күнә жазылады. Енді бұдан былай қарай әрбір ісіңе екі періште келіп, сенің жақсы жаман екеніңді, қылықтарыңды, айтқан сөздерің бәрі жазылып бастайды. Бұл қадімгі сіздің жәннатқа қарай жүретін сапарыңыз басталды деген сөз. Міне осы халде біз Алламен байланыспасақ, байланысты ұмытсақ, және өзімізді де өзгені де Аллаға табыстауды, тапсыруды үйренбесек, біз қателесеміз. Мысалы, отбасында бір жағдайлар болды, мысалы дейік. Біз енді шамамыз жеткен сол жерде ойымызды, пікірімізді айттық. Енді не істейміз? Аллаға табыстаймыз. Аллахым, яғни мен қолымнан келген нәрсені істедім. Қалғаны ше? Қалғаны саған, Раббым. Өйткені мен қолымнан келгені ғана осы. Өйткені халықта, қазақта сөз, кісі кілті аспанда дейді. Алланың жүрегі, пайғамбарымыздың хадисіне дәл келеді ғой. Бүкіл адамдардың жүрегі Алланың қолында деген хадис бар. Енді ол тіке мағынада қолданбаймыз біз оны. Аллаға мекен беру, немесе Аллаға жаңағыдегі дене мүше беру емес бұл. Оны қазақ баяғыдан астарлы сөз түсінген халық қой. Кісі кілті аспанда деген сөз Алланың қолында деген. Алланың қолында деген, тікелей қолында деген сөз емес. Алланың құзыретінде. Алланың әмірінің астында. Алла әркімнің жүрегін өзі билейді. Қалай қарай бұрады. Ендеше ол деген сөз Алланың біздің өмірімізге деген манипуляциясы деп түсінуіміз керек емес. Бұл тағдырға барады ғой енді. Тағдырды Аллахым бізге өзімізге табыстайды. Бірақ біз қайсыған ұмтылып жатырмыз, соны беріп отырады ғой. Сондықтан біз, мысалы, өзіміздің жанұямыздағы, отбасымыздағы әрбір жанды, ол қалай қарай кетіп бара жатқанын бәрін көре алмаймыз. Оның өмірінің қайда барып түгейтінін, қай жолменен бара жатқанын біле алмағандықтан біз не істей аламыз? Тек қана ойымызды айтамыз, оған манипуляция жасамаймыз. Бәлки дұрыс жолды дос ретінде, жанашыр, тіпті жанұядағы бір жүрек ретінде ғана көрсете аламыз. Ендеше осы бір жүрек ретінде көрсетуді көп практика қылмай, біз жанұямызды тәртіптемейміз. Қалай? Бізді тыңдаушы адам, яғни сізді тыңдаушы адам, ол жан жарыңыз бола ма, ата-анаңыз бола ма, бала шағаңыз бола ма,
сіздің оған жақын екеніңізді білу керек. Соны білдіру керек, жақындықты білдіру керек. Және оған ешқашан жамандық айтпайтыныңызды білу керек. Оған сын көзбен қарағанда да оны мінеу үшін сынамайсыз. Әке балаға сыншы деп айтады. Бұл деген сөз әкеден әрдайым ақыл сұрасаң болады деген мағынаны береді. Яғни сені ол сыртыңнан қарай алады, эмоциясыз. Енді сенің қателіктеріңді мүмкін ол өмірдің өзінің тәжірибесінен саған көрсетіп бере алады деген мағынаны береді. Дәл сол сияқты жан жармен де сөйлескен кезінде бір-бірімізге сыншымыз. Ол кейде ойлаймыз, сын айтқанда біз қабылдай алмаймыз. Барлық үйдегі кикілжің ұрыстарды бұны сын ретінде, көркем сын ретінде қабылдасақ, біз екінші бір осы жанұядағы адамға жақсы көзқараста боламыз. Мысалы дейік, кейде болады, жолдасыңыз айғайлап жатады. Оның ашуынсыз алып тастаңыз, эмоциясын бәрін алып тастаңыз да, не айтып жатқанын тыңдай біліңіз ар жағындағы. Не қозғады бұны? Бұл не айтқысы келіп жатыр? Деп соның сынын, оны дос ретінде, сіздің екінші бір ішкі даусыңыз ретінде қабылдасаңыз, сіз оны дұрыс қабылдайсыз. Өзіңіздің ішкі даусыңыз ретінде қабылдасаңыз. Өйткені кейде біздің ішімізде шырылдайтын кез болады ғой, мысалы, ей, тоқтасайшы, пәленше, қайда бара жатсың деген айғай болады ішімізде. Бірақ кейде тыңдаймыз, тыңдамаймыз. Ал біздің сол жанұядағы ата-анамыз кейде айғайлап жатады. Біз кейде көтере алмаймыз. Бірақ сіз оны ішкі жан дүниеңіздің дауысы ретінде тыңдай білсеңіз, бұл ішіңізге кіргізіп алып, соны шығармай қой деген сөз емес. Ол 100 ойдың бір ойы ретінде қабылдасаңыз екен, сіз реніш болмайды. Бірақ әрине екінші бір жағдайын айтуымыз керек. Біз өз өмірімізді өзіміз өмір сүреміз. Ата-анамызды жауапкер қылу дұрыс емес. Яғни, әке сен айттың, мен соны істедім, енді қателесіп қойдым, мен сен кінәлісің деу емес. Соны кінәлі қылмас үшін жан жарыңызды, балаңызды, әкеңізді, анаңызды кінәлі қылмас үшін ол кісінің сөзін есту, Аллаға табыстау, сосын дұрыс таңдай білу. Сол жаңа сөзіңізде айтып жатырсыз, соның әрекетін жасап Аллаға тапсыру деп. Кейде андай нәрсе болып жатады, бұның барлығын өзім жасайым деп Алланы ұмытып кетіп жатады. Бұны біз жасырын бір тәкаппарлық деп айта аламыз ба? Аллаға тапсырмау, өзім шешем деу. Мынау Абайда да сөз бар ғой, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап деп айтады. Расында да бұл Абай атамыздың өзіңе сен деген мағына адамның тәкаппарлығы емес, ешкімді тыңдамай қой, жаңағыдегі өз басыңмен өзің, жаңағыдегі бізде қазақта айтады ғой, жаңағыдегі өз білермендігіңмен жүре бер деген дұрыс емес нәрсе ол. Өзіңе сен дегені халықтан ақыл сұра, кеңес, бірақ түпкі шешімді өзің шығар дегені. Өйткені кінәліні біреуден іздемеу керекпіз біз. Жауапкершілікті өзіміз алуымыз керек. Бұл біздің өміріміз, өзіміз оған жауаптымыз. Кімнің алдында? Біріншіден әрине Алланың алдында, екіншіден өзіміздің алдында жауаптымыз. Сол үшін мен білем деген нәрсе тәкаппарлыққа алып барады. Тәкаппарлықтың жолы десек болар еді. Өзім білем, жаңағыдегі не дейді, өз білгенімді істеймін деген нәрсе, ол тәкаппарлық. Кеңесіп шешкен тон, кеңесіп пішкен тон келте болмас деген халықта сөз бар. Әрдайым кеңес құрған жақсы, жан жақты көрген жақсы. Бірақ бұның да шекарасы бар. Яғни біреулерден естіп жатам, ол өзімде де кейде болады, адамда перфекционизм болады. Шама жеткенше анау қателесе бергеннен екінші қателеспесем екен деп мәлімет іздеп кетеміз біз. Ақпарат көп іздей бастаймыз. Бір проблемаға душар болсақ, анадан да сұраймыз, мынадан да сұраймыз, интернеттен сұраймыз. Қазір жасанды интеллект бар, оны да қосамыз, бәрін қосып тастаймыз да, бәрібір қателесеміз бірақ түбінде.
өйтіп таңдай берсеңіз, сіз ешқашан жол жүрмейсіз. Халық оны да айтады. Тәуекел түбі жел қайық өтесінде шығасын дейді. Ал уайым дегеніміз тұңғиық батасында кетесін деп айтады. Сондықтан егер уайыммен ақпарат іздей берсең, ол уайым ғой. Ол батып кете бересің. Ақпарат ешқашан таусылмайды. Өзіңе нақты керегін, нақты қажеттілік ақпараттарды аласыз да алға жүресіз. Болды. Өйткені әрбір қателікті сабақ деп алғанымыз ыңғайлы. Ал енді өзім білем деу шынымен ақ кіші тәкаппарлыққа алып баратын жол. Ол анық нәрсе. Бәлки біз өзім білем емес, Аллаға табыстай білуден шығатын нәрсе. Бұл өзімнің таңдауым деген жауапкершілікті алу, ол дұрыс. Бірақ өзім білем деген мағына, бұл мен шешушімін, мен істі жаратушымын деген мағына емес. Қазіргі замандағы кейбір психологтардың айтқан қателіктері бар. Яғни мен жаратушымын деген пікірге алып барады. Яғни өзімнің ісімді өзім жараттым, өзімнің жағдайымды өзім жараттым, өзім барлық нәрсені жараттым, мен жаратушымын деген тәкаппарлыққа алып барады. Ол адамға жауапкершілікті үйретудің бір әдісі болғанменен, кейбір әдістер шынымен ақ адамды қисық жолға итермеледі. Қорытып айтатыным, адам өзім білем немесе өзіңе сен деген мағынаны дұрыс түсіну керек. Яғни жауапкершілікті ала біл, бірақ кеңес. Және Аллаға тапсыруды да, Алладан сұрауды да, дұға етуді де ұмытпа деген. Сіз бүгінгі подкастымыздың соңғы сұрағы, енді пайғамбарымыздың бір өмірінен бір өнеге алсақ деген мақсатта, осы бір қиындықты жеңудің бір формуласын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен алсақ, және қазіргі кезде бізге қай жағынан көмектеседі? Соны да айта кетсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынымен ақ біздің өмірімізге өнеге. Бабаларымыз бекер ол кісіні ақ пайғамбар деп етегінен ұстамады ғой. Небір ұлы зиялыларымыз, мысалы аттарын, балдарын аттарын Мұхаммед деп қойды. Енді сондай біздің халқымыздың сыйлауы ғой енді. Жалпы пайғамбарымыздың өмірінен өнегелер өте көп, бірақ менің қазіргі кезде есіме келіп отқаны бұл Таиф уақиғасы десем. Таиф деген жер Меккеден бір 70 километр шамасындағы оңтүстік шығысқа қарай орналасқан бір қала. Елді мекен таудың арасында, өте ауа райы керемет, сондай әсем жер. Пайғамбарымыз Меккеде қатты қысым көреді. Сол бір жыл келген кезінде өзінің қолдаушысы болып жүрген Әбу Талиб ағасы, немере ағасы, көкесі дүние салады. Өзінің жан жары, сырласы Хадиша анамыз дүние салады. Бір жылда сол уақиғалар қатты ауыр болады. Дәл сол жылы Құрайшылықтар да оларға бірігіп, біздің заманауи тілде эмбарго деп айтамыз ба, не дейміз енді, бір бұл кісілерге жаңағыдегі тосық қойып тастайды, ешкім сауда қылмасын, осы кісілермен басқа қылмасын деп, бойкот жариялап, жаңағы сондай не қойып тастайды. Осы тосықтардың таусылады, бірақ тосық бәрібір ашылады. Жаңағыдегі қашанғы ол ағайындармен туыспен араласпайды адамдар. Қарсы шыға бастайды. Бұл көзіміздің алдымызда сонда өзіміздің бауырларымызды өлтіріп қала береміз ба деген нағашы жиендер шығады, туысқан тумалар шығады, сосын осылайша бұл тоқтайды бойкот. Дегенмен бойкот тоқтауы менен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бәрібір өзінің руларынан, руластарынан жақындық көрмейді. Жақын деген адамдар дүние салады. Міне осы халде Таифқа барады. Мүмкін осындағы халықтан бір қолдау іздермін дінге деп. Ол жерге бірақ бара салысыменен сол жерді басқарып отқан 3 ағайынды кісі өзінің ішкі сараңдығынан және басқа да себептерден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көре алмаушылықтан бұл кісі қазір пайғамбар болса, ол осылай сөздері халыққа жетіп қойса, халық бізден кетіп қалады. Анда қарсаңыз, бір енді қисық пікір ғой, негізі ешкімнен кетіп қалмайды, кететін адам бәрібір кетеді енді. Бірақ соны бір манипуляциямен ұстап отырғандығы ғой енді. Адам өзінің атағына кейде осы өмірде бір
өзінің жететін жетістігіне кейде шынымен ақ манипуляциямен, жалған, өтірік, осындай бір арамы пиғылменен жетеді. Абай атамыз оны әуел баста айтып қойды ғой. Мысалы, бір әсем сөзі бар, ауырып жатқан кезінде бір екі би келеді да енді. Абай жақтырмайды екен ол кісілерді. Сонда да енді анау жақтырмайтынын білсе де, ауырып жатқаннан кейін енді бізде Абекеңе барып, жағдайын сұрайық деп, көңілін сұрайық деп барады ғой. Екеуі барып ағасын Абекеңе сөйлемей отырады, қысылып, қайтсек бір дұрыс сөз айтсақ екен дейді ғой. Ана кісі сөзінен қазір шағып алайын деп отыр. Сонымен біреу бастайды ғой, өзінше философ қылып бастамақшы ғой. Мынау осы бақ деген қайда кетті өзі деп бір әдемі қылып бастайды ғой. Абеке қарасаңызшы деп өмірлік сұрақ қойғандай қылып, сонда Абекең бірден іліп алғандығы ғой. Атамыз айтады ғой, бақ деген бұл биік жартас дейді. Оған талмай ұшып қыранда шығады, ерінбей өрмелеп жыланда шығады дейді. Бақ деген қайда кетеді дейсің? Ана екеуін айтады ғой, ұшып таздың басына қонды дейді. Біреу таз екен, біреу сол көзі сәл кемісі бар екен да, жаңағыдай. Ұшып соқырдың қолына, көзіне қонды да деп айтқан. Екеуін айтып тастаған ғой. Оны айтқаным, сонда сол заманда да кейбір билер, болыстар сол қызметке адамдарды қанаумен, сол арамы пиғылмен жеткен ғой. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы кісілер қызғаныштан бүкіл халықты айдап салады. Халық оларды тас боран қылады. Пайғамбарымыз және оны Зәйд деген бауыры болады, соны алып келген болады жанына. Соны тас боран қылып ұрады. Одан қансырап, қиналып осыдан қайтады. Енді өзіңіз ойлаңыз, енді мен халді әдейі осылай кең келтірдім. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келе жатқаны, мен атақты дұғасына бара жатырмын. Алдына Жәбірейіл келіп сұрайды, уа Расулалла, саған жұрт тас лақтырды. Мен мынау жаныма таудың періштелерін алып келдім. Біз оларға тау лақтырайық. Үстіне апарып, Таифтың тауды қойып қоям мен қазір, сенің кегіңді алу үшін. Деп бірақ таңдауды пайғамбарға береді. Бұл бізге сабақ үшін қалды. Екіншіден, періштелерге дәлел үшін қалды. Өйткені Құранда сондай сөз бар. Адамды жаратып атқанда періштелер сөйледі дейді ғой. Я Аллахым, неге жаратасың? Бұл күнәһар затты. Бұл күнәһар, қорқақ, өзімшіл, тәкаппар, сондай бір өз басын ойлап қалған зат қой, бұны неге жараттың деп айтты дейді. Сендер білмейсіңдер, мен білем деп Алла жауап берді. Міне соны дәлелдеу үшін де дейді. Сонда ақ пайғамбарымыз айтты дейді ғой. Ей Жәбірейіл, олар менің пайғамбар екенімді білмейді. Кел, қолыңды жай, одан гөр дұға қылайық деді. Сөйтті де, соның дұғасын қарасаңызшы. Аллахым, осы кісілердің ұрпағынан сенің дініңді қуаттайтын халық шығаршы деп дұға қылғанда Жәбірейілдің жүрегі жарылды дейді ғой. Ей Мұхаммед, мен қанша адам көрдім, бірақ сендей адамды көрмедім деді. Саған тас лақтырған адамға сен оған қайырлы дұға жасап жатсың, махаббатыңды беріп. Ондай халге пайғамбарымыз қалай алып келді? Тіпті пайғамбарымыз сол Таифтан баратқандағы әйгілі дұғасы бар. Тарих бетін ашып оқыңызшы. Сізге ізденіс болсын, өмірлік алып жүретін, бала шағыңызға қалдыратын, өзіңізге қойын дәптеріңіз жазып қоятын бір дұға болсын. Пайғамбарымыз айтады, уа Аллахым, мені қайда қалдырдың? Көрінбейтін көмес болашаққа ма? Жоқ әлде мына халыққа ма? Өйткені жандағы Мекке халқы бұны озбырлығыменен қанап тұр ғой. Мына жағында қолдап атқан халқы өте төмен, жағдайлар төмен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, кейде біз ойлап қаламыз, мысалы, дос таңдағанда да қателесеміз ғой. Біз кілең дос таңдағанда бай, ауқатты достар таңдаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанында құлдар болды, әйелдер болды. Әлсіз заман ғой енді сол бір замандарда. Және де кедейлер болды. Ең көп осылар болды да. Егер сіздің достарыңыз осындай болса, көп адамдар ойлайтын еді, сен дамымай қалдың деп. Қазіргі заманның тілімен айтқанда. Өйткені сенің достарың миллионер емес, сен миллионер емессің деп онда. Бірақ пайғамбарымыз олай таңдамады да. Олардың ішіндегі лағыл тастарды көре білді, жүректерінде.
бұл бөлек тақырып шығар. Дегенменен айтқым келген пайғамбарымыз дұғасы еді ғой. Аллахым дейді, сөздің мәні осы жерде еді. Біраз дұға қылып келіп осы бір сөзді айтады. Аллахым, сен менен риза болсаң болды. Мен қалған нәрсеге көңіл бөлмеймін дейді. Алламен байланысын көрсетті. Айтпағым. Осында қиыншылық жағдайлар келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай жеңді? Біріншіден, Алламенен байланысын үзбеді. Алла мені ешқашан тастамайды. Ол мені қолдап қуаттайды деп, Аллаға әрдайым көркем ойда болу. Екіншіден, әрбір келген қиыншылықты сабақ ретінде көру. Өйткені Алла тағала бізді осы дүниеге азаптау үшін келтірмеді. Кейбір діндер, кейбір көзқарастар өмірлік осындай пікір. Біздің ислам ондай емес. Біздің исламда айтпайды. Адам ата менен Хауа анамызды жәннаттан жерге түсірді деп айтқанменен сендерді жаза ретінде түсірді. Мен жазалаймын деп жаза ретінде түсірген жоқ. Бәлки сынақ ретінде болды. Сынақ деген сөз, сен айтқан сөзіңді дәлелдеші деген мағына еді. Енді Алла не үшін екендігін ол бөлек хикмет қой. Деген мен айтқым келгені, сіздің басыңызға келген қиыншылықтар сізді азаптау үшін келген жоқ. Соны дұрыс түсінсеңіз. Бәлки бұның бәрі бізді дамыту үшін, бізді сынақ үшін келді. Бізге әрдайым жақсылықты көрсету үшін келді. Үшінші бір нүкте, құрметті жақсылар, сабырлық әуелгі соққы кезінде деді. Ендеше сол әуелгі соққыны көтере білу үшін біз осы сабырлық концепциясын дұрыс түсінуіміз керек. Сабырлық деген ол жоғарыда айтқанымда көнбістік емес. Сабырлық дегенді біз Алладан сұрауымызда қате екен. Сабырлық сұрау өзіне проблема сұраумен бірдей. Бәлки біз әрдайым жақсылық сұраймыз. Кеңшілік сұраймыз. Ал басымызға түсіп қалған жағдайда тісімізді тісімізге қойып көтере білеміз. Қорытып айтатыным, құрметті бауырлар, өмір түрлі стресстен тұрады. Стресс бізді әрдайым дамытады. Бізді әрдайым жоғары шығарады. Расында да кейбір стресстер бар. Оны дисстресс деп атаймыз. Адамды өте қатты қинап кететін стресстер. Оны көтерудің жолдары да бар. Оның көтерудің жолының ең біріншісі сенім. Алламенен байланыс. Құдайға ісіңізді табыстай білу. Сол үшін хасбуналлаху ва ниъмал уәкил деген дұға, яғни Алла бәріне жетуші және ол қандай көркем өкіл ісімді тапсырсам деген дұға сіздің ісіңізге қолдаушы. Осы сөзді сезініп айту жүрегіңізге жеңілдік сыйлап, оптимизм сыйлайды. Және де қорытып айтатыннан бұрын мен айтпағым, қандай қиыншылық келсе де, бірінші ереже адам өзінің денсаулығын жоғалтып алмау керек. Сол үшін қатты қайғының түбіне түспеңіз. Қатты эмоцияға берілмеңіз. Эмоцияны қабылдап, өткізіп жіберіңіз. Екінші нүкте, кішкентай қадамдар сізді бізді бай қылады. Ауқатты қылады, қуатты қылады. Сол үшін кішкентай мен не істесем болады осы проблемамның алдында деп бір кішкентай қадам жасаңыз болды. Ал сіздің күшіңіз жетпейтін нәрсенің барлығын Аллаға табыстауды үйреніңіз. Аллахым баршамызға да өмірімізге бақыт, Аллаға деген махаббат сыйласын. Алла разы болсын. Машалла, көптен рахмет ұстаз. Бүгінгі біздің подкастымыз осымен тамамдасақ, көптеген құнды ақпараттар айттыңыз. Алла разы болсын сізге, уақытыңыз бөліп келгеніңізге көптен рахмет. Құрметті достар, осымен біздің бүгінгі подкастымызды аяқтаймыз. Қандай осы бойынша сұрақтарыңыз болса, керемет комментарийлеріңіз болса, төмендегі бөлімге жазып кетсеңіздер болады. Біздің Ихсан орталығы YouTube парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.